Сәлеметсіздер ме 10 сынып оқушылары, бүгін біз 180-ші беттегі шығарыңдар тапсырмасының мына 3 есебін толықтай шығаратын боламыз. Ал бірінші есептен бастап орындайық. Бірінші есепте бізде идеал газ күйінің теңдеуін пайдаланып төмендегі кестеде келтірілген 4 параметр бойынша 5-ші белгісіз параметрді анықтаңдар депті балалар. Мына кесте бойынша бізде белгісіз шамаларды анықтауымыз керек. Мына жерде бірінші x1 белгісіз болып тұр, яғни температурамызды табуымыз керек. Одан кейін x2 көлемді табуымыз керек. Одан кейін қысымды, малярлық массаны, сосын массаны табуымыз керек балалар. Мына шамаларды қолданып біз есепті шығаратын боламыз. Балалар, берілген жазып алдым. Енді кесте бойынша. Енді бірінші x1-ді табуымыз керек. x1-іміз яғни температураны табуымыз керек. Менделеев Клапейронның теңдеуін жазамыз. PV тең масса бөлінген малярлық масса көбейтілген RT деген осыдан балалар біз температураны түрлендіріп аламыз. Температурамыз сонда тең болады. Қысым көбейтілген көлем көбейтілген малярлық масса бөлінген масса көбейтілген универсал газ тұрақтысы. Ал сан мәндерін орнына қойып есептеген қысым бізде 2 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскальға тең. Көлеміміз бізде 16,6 метр кубқа тең. Малярлық масса 4 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген мольға тең. Оны бөлеміз, массамыз бізде 8 килограмм, универсал газ тұрақсы 8,31 джоуль бөлінген кельвин көбейтілген мольға тең балалар. Ал калькуляторға салып есептесек, бізде балалар 200 кельвин шығады. Яғни x1-дің орнына біз 200 кельвинді жазамыз. Ал екінші есебімізде балалар бізде x2-де көлемді тап деген. Дәл мына формуладан енді көлемді түрлендіреміз балалар. Көлеміміз тең болады, сонда масса RT бөлінген қысым көбейтілген малярлық масса. Ал орнына қояйық. 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі килограмм, 8,31 джоуль бөлінген кельвин көбейтілген моль. Температурамыз 200 кельвин. Оны бөлеміз. Қысым бізде 8,3 көбейту 10-ның 3 дәрежесі паскаль. Малярлық массамыз 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Балалар, калькуляторға салып есептесек, бізде шығады екен 2 метр куб шығады. Ал келесі x3-те балалар бізде қысымды тап деген. Дәл жаңағы формуладан енді қысымды түрлендіреміз. Қысымымыз тең болады, сонда балалар P тең mRT бөлінген көлем көбейтілген малярлық масса. Ал орнына қояйық. Массамыз 64 килограмм, көбейту 8,31 джоуль бөлінген кельвин көбейтілген моль. Температурамыз 300 кельвин. Оны бөлеміз. Көлем бізде 24,9 метр куб. Малярлық массамыз 32 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Ал есептесек, балалар бізде шығады екен 200,000 240 паскаль шығады балалар. Оны дәрежемен алатын болсақ, 5 дәреже 2-ден кейін қайырайық, 2,0024 болсын, көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль. Не болмаса балалар, жоқтап 2 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль деп алсақ болады балалар. Одан кейін x4-імізде бізде малярлық массаны табыңдар деген. Енді мына жаңағы бастапқы формулада малярлық массамыз түрлендіреміз. Малярлық массамыз тең болады mRT бөлінген PV. Массамыз 7 килограмм, көбейту 8,31 джоуль бөлінген кельвин көбейтілген моль. Температурамыз 400 кельвин. Бөлінген қысым бізде 10-ның 5 дәрежесі паскаль. Көлем бізде 8,3 метр куб. Есептесек, балалар, бізде шығады екен 0,1028 килограмм бөлінген моль. Оны дәрежемен алатын болсақ, балалар, 28 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль деп алсақ болады. Яғни бұл азот газы екен. Ал x5-імізде бізде табыңдар деген, массамыз табыңдар деген. Енді массамызды түрлендіретін болсақ, қысым көлем малярлық масса бөлшектің үстіне кетеді, RT астына кетеді балалар. Қысым бізде 10-ның 7 дәрежесі паскаль. Көлеміміз 2,149 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі
метр куб. Малярлық массамыз 44 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. 8,31 джоуль бөлінген кельвин көбейтілген моль. Температурамыз 300 кельвин. Есептесек, балар бізде шығады екен 4,4 килограмм шығады екен балар. Ал екінші есебімізде массасы 20 грамм гелий көлемі 32 литр қысымы 4,1 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль болатын бірінші күйден баяу түрде көлемі 9 литр қысымы 15,5 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскальға тең екінші күйге өтеді дейді. Мына күйге ауысады балалар. Осы процесс кезінде газ қандай ең үлкен температураға дейін қызады деп сұрапты. Балалар берілген жазып алдық. Енді бізде грамм, литрмен берілген екен. ХБЖ-ға келтіріп алайық, иә. Граммда балалар 1000-ға бөліп тастаймыз. Сонда бізде 0,02 килограмм болады, иә. Ал литрімізде 32 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб бар. Мына жерде 9 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб деп аламыз балалар. Енді балалар есептің шарты бойынша бізде суретті қолданамыз. Суретте газ қысымының теңдеуін жазайық енді. Қысымымыз тең болады балалар. К көбейтілген В қосылған В. Бұл жерде К және В бұлар коэффициенттер балалар. Енді К-ның формуласын жазайық. К коэффициентінің формуласы дельта П бөлінген дельта В. Яғни дельта деген сөздер ол өзгерісін білдіреді. П2-ден П1-ді азайтып тастаймыз. Ал дельта В деген сөз В2-ден В1-ді азайтып тастаймыз балалар. Ал сол бойынша К-ның мәнін тауып алайық. П2-міз бізде 15,5 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль. Ал П1-міз 4,1 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль. В2-міз бізде 9 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб. Азайтылған В1-міз 32 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб. Есептесек, балар бізде шығады екен. К-ның мәні. Бізде асты 9-дан 32-ні алсақ, минус таңбамен шығады. Сондықтан балар таңбамыз минуспен шығады. Минус 0,49 көбейту 10-ның минус 3 жоғарға плюс болып шығады. Сонда 8 дәреже паскаль бөлінген метр куб болады балар. Енді мына формуладан балар біз В-ны тауып алуымыз керек. В-ны түрлендіретін болсақ, В-мыз тең болады. Қысымнан азайтамыз К көбейтілген В-ны. Енді бізде балар екінші нелермен қолданайық. Сонда П2, В2 болсын балар. Балар, енді сан мәндерін қойып, В-мызды есептеп алайық. П2-міз бізде 15,5 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль. Азайту бізде міне К-ның мәнін жаңа есептеп алдық. Минус 0,49 көбейту 10-ның 8 дәрежесі паскаль бөлінген метр кубеде. Көбейту В2-міз 9 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб. Есептесек балар, бізде жерде минус пен минус көбейтіліп плюс болып кетеді балар. Арасы плюс болады. Сонда 8 дәрежеден минус 3 дәрежені алсақ 5 дәреже. Ары қарай есептесек балар бізде шығады екен 19,91 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль шығады екен балар. Балар, енді біз К және В коэффициенттерін тауып алдық. Енді газ күйінің теңдеуін жазайық. ПВ тең константа көбейту температура деген формуламыздан балар қысымды түрлендірейік. Қысымыз тең болады. Сонда константа көбейтілген температура бөлшектің үстіне, көлем бөлшектің астына кетеді. Енді жаңаға бірінші формуламыз бар ғой, содан қысымның осын жазып қойып, мына жерге қазір екі формуланы бір-біріне теңестіретін боламыз балар. Енді екі формуланы бір-біріне теңестіріп, мына екі қысымның формуласын бір-біріне теңестіреміз. Сонда константа көбейту температура бөлінген көлем тең болады КВ қосылған В балар. Енді мына жерде теңдеу бөлшектен құтылайық. Сонда көлем мына жаққа көбейтіліп кетеді балар. Константа көбейту температура К көбейтілген В квадрат көбейту В көбейтілген көлем. Енді балар, осы жерден туындыны көлем арқылы есептейтін болсақ, 0 тең 2К
максимал көлем деп алайын. Қосу В деген формуламыз шығады. Осы жерден балалар максимал көлемімізді тауып алайық. Максимал көлеміміз енді В мына жаққа өткеннен кейін минус У өтеді. Минус В бөлінген 2К деген теңдеуіміз шығады балалар. Енді осы теңдеуге сан мәндерін қойып, максимал көлеміміздің мәнін есептеп алайық. Сонда максимал көлеміміз тең болады. Минус В-ның мәні бізде жаңа 19,91 көйту оның 5 дәрежесі паскаль шықты. Оны бөлеміз 2 көйту К-ның мәні бізде минус 0,49 көйту оның 8 дәрежесі паскаль бөлінген метр куб шығып еді. Ал есептеген балалар. Сонда балалар бізде шығады екен. Минус пен минус плюс болып кетеді. 20,31 көйту оның минус 3 дәрежесі метр куб шығады балалар. Енді балалар бірінші жаңаға теңдеуімізден максимал қысым бойынша формуласын жазайық. Максимал қысым тең болады К максимал көлем қосылған В. Балалар енді осы бойынша максимал қысымымызды есептеп алайық. К-ның мәні бізде шықты жаңа минус 0,49 көйту оның 8 дәрежесі паскаль бөлінген метр куб. Көйтілген көлеміміз бізде максимал 20,31 көйту оның минус 3 дәрежесі метр куб. Ал В-ның мәні 19,91 көйту оның 5 дәрежесі паскаль шықты. Ал есептеген. Ал балалар есептесек бізде шығады екен 9,10,9581 көйту оның 5 дәрежесі паскаль шығады екен балалар. Максимал қысымымыз. Енді максимал температураларды қолданып, максимал температурамыз табайық. Т максимумымыз тең болады балалар сонда. П максимал көйтілген В максимал көйтілген малярлық масса бөлінген МР деген формуламыз келіп шығады балалар. Енді мәндерін қояйық. ПМ бізде 9,9581 көйту оның 5 дәрежесі паскаль болды. Максимал көлеміміз 20,31 көйту оның минус 3 дәрежесі метр куб болды. Малярлық массамыз бізде гелий атомы берілгендіктен балалар гелийдің малярлық массасы 4 көйту оның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Бөлеміз оны массамыз 0,2 килограмм еді. Универсал газ сұрақ су 8,31 көйту джоуль бөлінген Келвин көйтілген моль. Есептесек балалар бізде шығады екен 484 Келвин шығады екен балалар. Ал соңғы есебімізде балалар гелий мен аргоннан тұратын қоспаның қысымы берілгені 150 килопаскаль және температурамыз 27 градус дейді. Осы температурада тығыздығы 2 килограмм бөлінген метр куб, көлемі 1 сантиметр куб газ қоспасында қанша гелий атомдары бар дейді. Балалар берілген жазып алдық, енді ХБЖ-ға келтіріп алайық. Бізде балалар 150 килопаскаль деп берілген, 1,5 көбейту оның килода 3 дәреже бар, та 2 тұр артқа жылжытық, сонда 5 дәрежесі паскаль болады балалар. Ал 27 градусымызды келвинге айналдыру үшін 273-ке қосамыз, сонда 300 келвин болады. 1 сантиметр кубымызда балалар оның минус 6 дәрежесі метр куб бар. Енді есептің шарты бойынша газ қоспасындағы барлық атомдар санын тауып алайық бірінші. Қысымның формуласы бізде балалар мына жерде аргон мен жаңағы гелий берілген, оның малярлық массасын жазуды ұмытып кетіппін, мұнда жазып қояйын. Гелийдің малярлық массасы 4 көбейту оның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген мольға тең балалар. Ал аргондікі ар деп жазылады 40 көбейту оның минус 3 дәрежесі килограмм мольға тең. Енді есептің шарты бойынша қысымның формуласынан балалар барлық атомның санын тауып аламыз. НКТ. Бұл жерде N деген молекула концентрациясы, К деген Больцман тұрақтысы, ол тұрақты шама. N-нің формуласы балалар атомдар санын бөлеміз көлемге. Сол бойынша формуламызды түрлендіреміз. N бөлінген В КТ. Енді балалар осы жерден барлық атомдардың санын тауып аламыз. N тең болады ПВ бөлінген КТ. Енді сан мәндерін қойып есептеп алайық. Қысым бізде 1,5 көбейту оның 5 дәрежесі паскаль. Көлеміміз оның минус 6 дәрежесі метр куб. Оны бөлеміз 1,38 Больцман тұрақтысы тұрақты балалар. Минус 23 джоуль бөлінген келвинге тең. Температурамыз 300 келвин болды. Ал балалар есептесек бізде шығады екен 362,3 көбейту оның
17 дәрежесі молекулалар саны шығады балалар. Енді балалар бізге жаңағы гелий атомдарының санын табу керек негізінде. Тығыздықтың формуласын жазайын. Тығыздығымыз тең болады балалар. Масса бөлінген көлем негізгі формуласы. Енді осы формула бойынша балалар біздің жаңағы формуламызды ары қарай түрлендірейік. РО тең болады балалар. М гелий көбейтілген N1 қосылған М аргон N минус N1 деген теңдеуіміз келіп шығады балалар. Енді осы теңдеуіміз N1 деген бұл жерде гелий атомдарының саны, N дегеніміз барлық атомдардың саны, оны тауып алдық, балалар. Енді осы бойынша формуламызды ары қарай түрлендірейік. Енді РО тең М гелий N1 қосылған М аргон N минус N1 формуламызды ары қарай ашамыз. Сонда М гелий бөлінген Авогадро тұрақтысы, массаның орнына жазып жатырмыз балаларына. Массамыз бізде берілмеген, ой есептің шарты бойынша. Көбейтілген N1 қосылған М нолевой аргон деп алайын. Аргон N минус N1. Не болмаса мынаның орнына да жаңағыда жазып алсақ болады. Жарайды, жазып қойын. М гелий бөлінген N Авогадро тұрақтысы көбейту N1 қосылған М аргонның орнына балалар. Аргонның молярлық массасы бөлінген Авогадро тұрақтысы. Жақшаны ашып шығайықшы. N азайтылған М аргон N Авогадро тұрақтысы көбейту N1 деген формуламыз шығады балалар. Енді осы формуладан балалар бізге N1-ді тауып алуымыз керек. Ол бойынша ары қарай түрлендірген N1-ді есептейтін болсақ, N1-іміз тең болады РО минус мынауына бетке өтіп кетеді балалар. М аргон бөлінген Авогадро тұрақтысы көбейтілген N бөлінген, жақшаның ішінен N1-ді шығарып жүрсек балалар, ішінде мыналар қалады. Сонда М гелий бөлінген Авогадро тұрақтысы азайтылған М аргон бөлінген N Авогадро тұрақтысы қалады балалар. Енді бөлшегімізді ары қарай Авогадро тұрақтысынан ары қарай бөлшектен құтылайық. Бізде бөлшек болып кетті. Сонда РО көбейтілген Авогадро тұрақтысы. Сонда балалар біз мына бөлшектің асты мен үстін Авогадро тұрақтысына көбейтіп тастаймыз. Сол кезде мына бөлшектен құтыламыз. М аргон көбейтілген N бөлінген М гелий азайтылған М аргон деген формуламыз шығады балалар. Енді ары қарай балалар сан мәндерінің орнына қойып есептейміз. Енді тығыздығымыз 2 килограмм бөлінген метр куб. Көлеміміз бізде 10-6 дәрежесі метр кубқа тең болды. Авогадро тұрақтысы балалар 6,2 көбейту 10-23 дәрежесі мольдың -1 дәрежесіне тең тұрақты шама ол. Ал М аргонның молярлық массасы 40 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Жаңа барлық молекулалар саны бізде 362,3 көбейту 10-17 дәрежесі шықты. Бөлеміз гелий бізде 4 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Одан азайтамыз 40 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген мольді балалар. Ал балалар ары қарай есептейтін болсақ бізде шығады екен 0,1068 көбейту 10-20 дәрежесі метрдің -3 дәреже шығады балалар. Енді ол жерден мына жерде дәрежені келтіретін болсақ 2 дәреже береміз мынаған, сонда 6,8 болады көбейту 10-18 дәрежесі. Былай жазсақ болады балалар. Мына метрдің минус дәрежесінен құтылу үшін бөлшектің астына түсіріп жібереміз. 1-дің астына, сонда метрдің куб дәрежесі болады балалар. Міне жауабымыз шықты. Ал балалар бүгінгі қарастырған тапсырмаларымыз осы. Ұнаса лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.